ештеңке ойламай заказдарымды қабылдап отырмаймын ба. Сөйтсем бір кезде есіме түсіп кетті, кешкісін қыздармен алтын кассам бар екен ғой, ойла қазірден бастап дайындалмасам кешке үлгере алмай қалам. Бірінші қайнатам мен қайнағам настроениесін көрейін дедім. Че-то атаға басам, атаның настроениесі жоқ. Мына жаққа ас бөлмеге келсем қайнағам настроениесі вечно носкиде жүреді. Сонымен қой дедім. Үйлері қарасам, быт шашылып жатыр, вечно шашылады осы үй дедім. Қазір жинап тастайын, енді бөлмелерін жинайын дедім. Полдарын жуып берейін, киімдерін жуып берейін, кішкене настроениені көтеріп күшті тамақ істеп берейін дедім. Енді атаның сүйікті тамағы плов та, сол пловты істеп берейін деп дайындалдым. Бірінші залдан бастадым. Бір пысықтығым ұстаса тоқтай алмаймын ғой. Сонымен бүкіл жерлерді пилесостап жинап тазалап, бұрынғы қыз кезім есіме түсіп кетті бар ғой. Дискотека бір жерге шығатын кезде мамаларға жақсы көріну үшін бірінші үйді жинап, бүкіл жерді жинап, тазалап сөйтіп кетуші едік қой. Естеріңізде ма қыздар, сіздерде сондай ма еді? Менде сондай болатын. Бірінші дайындалып, кешке дейін бүкіл жерді дайындап, тәтті тамақтарын істеп қоятын ек қой. Сол сөйтінде бөлмелерін сыпырып алдым атаның, одан кейін полдарын жуып берейін дедім. Әлі мен дайындалым керек, одан екінші ортаншы қызымды алып кетем. Себебі балам оны тастап кетпе, мама бәрі жерді бүлдіреді, қырады депше, ол бұзықтауда екінші қызым. Сонымен сол қызымды алып керек, оны киіндіруім керек, өзім киіндіруім керек, дайындалу керек қой, боянуым керек, үлгерем ба деп тез сонымен потолокқа шейін жуып кеттім, мына жер тазалап ше. Бұрын қыз кезімізде күшті еді, салонға барып дайын отыратын ек қой, қыздармен жиналатын кезде ше бәрі. Қазір деген енді қайдағы 4 бала шағаң бар, оларға тамақ шай, кірлерін дейсің де сонымен үлгере алмайды екенсің. Сөйтіп кірлерді де салып қойдым. Мына жерде палау істеп берейін дедім. Палау жақсы көреді ата ше. Қызартып, барлығын шыңғыртып, пияздарды сөйтіп дайындап атама бердім. Не палауын бердім, шайын бердім, салатымды бердім. Атаның настроениесін көтеріп қойдым, қарын тойдырып ше, қайнағам екеуін сөйтіп шашыма кірістім. Мен шашым арыстан бар ғой, жусам өстіп ісіп, көтеріліп кетеді жанда. Сонымен деген мен мына жерде переход істеп жатқан тұрмын ғой, өзімше тиктокқа түсіріп ше. Осы қара кофтамен өстіп юбка кидім, одан кейін қоңыр спортивный вариантты киіп алдым. Мінекей дадам, сонымен дайын болдық та. Сразу гүл болып шыға келдік. Қыздармен отырысқа келдік. Өстіп ай сайын бізде алтын касса болады, яғни черный касса. Кейбір кісілер түсінбейді, сіздерде де бола ма осындай. Әрі жиналып қаламыз, әрі кішкене ішіміздегіні тарқатып, көңіліміз көтеріліп қалады да. Мына жерде уже келесі ай алтын кассаны алатын қыз осылай табыстайды. Ақша алған керемет аха. Ақша беретін кезде ойланып қаламыз ғой, бергіміз келмей ше. Осылай күшті отырып қайттық үйге, улап шулап сонымен.